Түркиядағы зілзаладан опырылған ғимараттар сапасыз құрылыстың салдарынан. Бұл жағдайдан елдегі құрылыс саласындағы жауаптылар сабақ алуы тиіс. Әсіресе Тараздағы соңғы жылдары соғылып жатқан көп қабатты үйлер сәл-пәл жел тұрса шатыры ұшып, қабырғасы сөгіліп кететіне тұрғындардың еті үйренгендей. Көптің мәселесін қала басшысы жаттап алды. Сондықтан құрылыс саласы қорытындыланған жиында енді көз бояушылық болмайтынын қадап айтты. Жиынды Назерке Аяз тарқатсын. Кеше көрдіңіздер, Турцияда қандай жер сілкінісінен қандай зардап шегілді. Алланың бетін аулақ қылсын, егер біздің де елімізде сондай бір нәрсе бола қалса, біз мынандай жұмыспенен ешқандай сапаға жауап бере алмай қаламыз енді. Басқарма басшысының бұлайша күйінуіне негіз бар. Өйткені шаһарда құрылысы жүргізілетін 104 нысанның 19-ның ғана есебі түгел. Қалған істің басқасында не техникалық қадағалаушы, немесе құжаты жоқ. Қайрат Бейсенбаев тіптен жауаптылар онлайн жұмысты әдет қылған дейді. Бізде қалай болып жатыр? Технадзорлар бірнеше объектіні алып алып, үлгермейді соңын оған баруға. Соңын жаңағыдай онлайн болмаса басқа біреуге полномочиясын заңсыз береді, сен барып менің орныма тексере сал деп адам бекітеді. Олай болмайды. 2022 жылы құрылыс монтаж жұмыстарының басталуы туралы қала бойынша 375 хабарлама біздің басқармаға келіп түскен. Оның 317-сі басқармамен қабылданды. 58 хабарлама талапқа сай болмауына байланысты кері қайтарылды. Бұл деген сөз, кері қайтарылған деген сөз, хабарлама берілмеген деген сөз. 137 бюджеттік нысанның 122-сі қала әкімдігінің тапсырысы шеңберінде екен. Ал биыл соғылуы керек 109 нысанның құрылысын енді әкім өзі қадағалайды. Оған тұрғындардан түскен арыз шағымның көптігі сеп. Мысал ретінде Тараздағы Астана мен Ұлы Дала мөлтек ауданын алды. Екеуінің арасы жер мен көкте екені көзге көрініп тұрғанын айтты. Бүгінгі құрылыстың жағдайы ашып айтуымыз керек. Өте төмен деңгейде. Құрылыстың сапасы өте төмен. Бар объектілерді қарағанда бірде-бір объектіде техникалық бақылаушылардың журналын толық дұрыс көлемде толықтырылған бірде-бір объект көрген жоқпын. Қала әкімдігі тапсырыс беруші болып табылатын объектілердің барлығы мемлекет қаражатының есебінен салынатын. Бар жоғы 137 нысан. Соның 51 нысаны бойынша жұмыс туралы есеп жоқ. Иә, бастысы қаржыны игерсем деген түсінік енді әкімге жүрмейді. Ал дәл қазіргі кезеңде проблемалық нысандардың мәселесін шешу қажеттілігі де ескерілді. Олар Арай алқабындағы 600 орындық мектеп, облыстық онкологиялық аурухана мен Сүлейменов бойындағы тұрғын үйлер. Назерке Аяз, Аңсар Тілепберген, Мейіржан Ерболат, Аймақ.